Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бүгін өте оңай бар болған 30 минутта дайын болатын сондай қытырлақ болып шығатын самсаның жасалу жолын көрсетемін. Кез келген қонақтарға ұсынсаңыздар болады, өте сүйсініп жейтін самсаларының бірі болады. Олай болса видеоның соңына дейін асықпай қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға ұнымызды, ашытқымызды және тұзды суымызды салып, жақсылап орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды салафанымызға салып 15-20 минутқа демалдыруға қоямыз. 15-20 минуттан кейін осылай екі зуалаға бөліп қоямыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Бізде ет бар туралған, құйрық май, асқабақ және пияз салдым. Пиязды дәл осылай ұзын-ұзын етіп тураңыздар. Дәміне қарай тұзымызды, боршымызды салып, жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Өздеріңіз ұнатқан кез келген салманы салсаңыздар болады. Етпен де жасасаңыздар болады. Міне біздің қамырларымыз дайын. Енді жұқартып жайып аламыз. Ұнымызды сеуіп, жақсылап қамырымызды жұқартып аламыз. Дәл осындай қалыңдықта болуы керек. Енді оның үстіне ерітілген сармайымызды жағамыз біркелкетіп. Барлық жеріне біркелкетіп майымызды жағып аламыз. Дайын болған қамырларымызды дәл осылай видеода көрсеткендей етіп, кесіп аласыздар, бөліктерге бөліп. Дайын болған қамырларымыздың бір шетіне салмамызды салып аламыз. Не осылай бір шетіне ғана саласыздар. Өте дәмді самсалардың бірі, тез жасалады. Қонақ келем деген кезде, бірден асығыс кезде дәл осы самсаны жасасаңыздар болады. Ешқандай қиындық жоқ. Міне дәл осылай видеода көрсеткендей етіп, үш бұрыштап, қабат-қабат етіп орап, бүгіп аласыздар. Қазір тағы біреуін көрсетеміз сіздерге. Міне осылай үш бұрышты етіп, өте оңай, тез жасалады және қатпарлы самсалары болып шығады. Кез келген қонақтарыңызға дастарханға қойып ұсына берсеңіздер болады. Оңай жасалады, асығыс кезде осылай жасап алсаңыздар болады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Бір рет жасап көрсеңіздер, қолдарыңыз үйреніп кетеді. Оңай және өте дәмді самсалар болып шығады. Осылай соңғы бөлігін артқа қаратып, жақсылап жабыстырып жібереміз. Енді тапамызға жайғастырып аламыз барлығын. Міне біздің самсаларымыз дайын. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Жұмыртқаның сарысын барлығын біркелкетіп жағып аламыз. Енді оның үстіне қалауларыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Егер ұнатпасаңыздар, сеппесеңіздер де болады. Мен қазір ақ күнжіт қолдандым. Өте жақсы дәм береді самсаға. Осылай барлығын біркелкетіп сеуіп аламыз. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне біздің самсамыз дайын. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашады. Сондай жұп-жұмсақ, қатпарлы болып шығады самсамыз. Өте дәмді самсалар. Асығыс кезде қараңыздар, қандай әдемі самса дайындап шықтық. Сіздерге де кеңес беремін, дәл осы рецептпен жасап кез келген қонақтарыңызды және
отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.